Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған өте бір керемет схема айтқым келіп отыр. Бұл схема арқылы ақша табу үшін саған қалтаңнан ешқандай да ақша шығарудың қажеті жоқ. Сосын бұл схема арқылы ақша табу үшін саған тіпті компьютердің де қажеті жоқ. Яғни бұл схемамен телефонмен де жұмыс жасап ақша таба беруіңе болады. Схема TikTokпен байланысты. Бұл схемамен өзім жұмыс жасап уже 2 ай жарым болды, ақша тауып жатырмын. Бұйырса өзімнің результатымды көрсететін боламын осы видеода. Айтайын деп отырған схемам арқылы ақша табу үшін саған тіпті контент жасаудың да қажеті жоқ. Яғни видео түсірудің де қажеті жоқ. Бұл схемамен ақша табу үшін интернетте бар дайын видеоларды қолданатын боламыз. Айтайын деп отырған схемам саған ұнайды деп ойлаймын. Бұл схемамен жұмыс жасау үшін саған міндетті түрде профессионал болудың қажеті жоқ. Яғни бұл схемамен кез келген адам жұмыс жасап, кез келген адам ақша табуына болады. Алдағы уақытта бұдан да басқа өте керемет схемалар туралы видео түсіретін болам. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын телеграмда менің мынандай каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Егер де телеграм каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде телеграм каналыма да жазыл. Телеграм каналының ссылкасы осы видеоның описаниясында, яғни осы видеоның астында. Сонымен бұл схемамен жұмыс жасау үшін саған мынандай сайт керек болады, EPN деген. Сосын мынандай сайт керек болады, Backit деген. Бұл сайттардың ссылкалары осы видеоның описаниясында. Бұл сайттарға тіркелу жағын көрсетпеймін. Кез келген адам кез келген сайтқа тіркеле алады деп ойлаймын. Бұл сайттар AliExpress сайтының партнеркалары. Яғни AliExpress сайтындағы кез келген тауарды мына сайттар арқылы партнерский ссылка жасап рекламировать етуіңе болады. Ең бірінші мына сайт арқылы ақша табу үшін мына сайтқа өзіңнің площадкалеріңді қосасың. Яғни әртүрлі әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды, пабликтеріңді немесе YouTube каналыңды қосуың керек болады. Бірақ сенің қосайын деп отырған площадкалеріңде живой аудитория болу керек. Яғни живой подписчиктер болу керек. Накрутка жасалған подписчигі бар площадкалер жарамайды. Егер де сенің живой подписчиктері бар площадкаң болатын болса, мына сайтқа площадкаңды қосасың. Площадкаңды қосу үшін еще дегенге басасың, мои площадки дегенге басасың, добавление площадки дегенге басасың, сайт.ру деген жерге YouTube каналыңның ссылкасын немесе басқа да әлеуметтік желідегі аккаунттарыңның, пабликтарыңның ссылкасын қоясың. Офер деген жерге схема AliExpress-пен байланысты болғаннан кейін AliExpress деген таңдап аласың. Выберите направленность вашей площадки деген жерде қосып отырған площадкаң YouTube каналы болатын болса, YouTube каналы дегенді таңдап аласың. Егер де сенің қосып отырған площадкаң Telegram канал болатын болса, мессенджері Telegram, WhatsApp, Viber деген таңдап аласың. Қосып отырған площадкаң Instagram аккаунт болатын болса, ВКонтактедегі аккаунтың болатын болса, немесе ВКонтактедегі паблигің, TikToктағы аккаунтың болатын болса, публичные группы, сообщества в соцсетях деген таңдап аласың. Мен YouTube каналы деген таңдаймын. Добавление площадки деген басасың. Мына сайтқа өзіңнің площадкаңды қосуға жіберген кезде площадкаңның қапталында на рассмотрение деген жазу тұрады. Егер де сенің площадкаң нормально болатын болса, площадкаңның қапталында разрешена деген жазу пайда болады. Егер де сенің қосып отырған площадкаңде живой трафик болмайтын болса, мына сайттың модераторлары сенің площадкаңды қоспайды. Площадкаңның қапталында забанена деген жазу тұрады. Егер де сенің площадкаң нормально болатын болса, барлығы нормально болатын болса, уже бұл сайт арқылы жұмыс жасап ақша таба беруіңе болады. Жұмыс жасап ақша табу үшін ең бірінші партнерский ссылка жасауың керек болады. Партнерский ссылка жасау үшін инструменты дегенді басасың. Партнерская ссылка деген инструмент арқылы партнерский ссылка жасауың болады. Немесе deep link деген инструмент арқылы партнерский ссылка жасауың болады. Мен өз басым партнерский ссылкаларымды deep link деген инструмент арқылы жасаймын. Название креатива деген жерге жарнамалағың келген тауардың атын жазасың. Ссылка на любую страницу деген жерге жарнамалағың келген тауардың ссылкасын қоясың. AliExpress сайтына барасың, жарнамалағың келген тауардың ссылкасын копировать етіп аласың.
EPN сайтына келесің, ссылка на любую страницу деген жерге жарнамалағымыз келген тауардың ссылкасын қоямыз. Название креатива деген жерге тауардың атын жазамыз. Массажный пистолет. Выберите офер деген жерде AliExpress дегенді қозғамайсың, себебі менің айтайын деп отырған схемам AliExpress-пен байланысты. Создать deep link дегенді басамыз. Төмен қарай түсеміз, біздерге мынандай партнерский ссылка жасап берді. Массажный пистолет. Енді партнерский ссылкамызды алу үшін мына жерде получить партнерский ссылку деген сөздің үстінен басамыз. Уже мына ссылканы алып алып, жаңағы тауарды рекламировать ете беруіңе болады. Егер де мына ссылка саған ұнамайтын болса, мына ссылканы қысқартуыңа болады. Қысқарту үшін сокращение дегенге басасың. Мынандай екі түрлі вариантта ссылка шығарып береді. Мына жерде көрсетілген екі ссылканың біреуін копировать етіп алып, жаңағы тауарды рекламировать ете беруіңе болады. Мына жердегі ссылкаларды копировать етіп алу үшін қапталындағы мынандай кон деген жазудың үстінен басып копировать етіп алуыңа болады, немесе былайынан копировать етіп алуыңа болады. Түсінгеніңдей, бұл сайт арқылы жұмыс жасау үшін саған живой подписчигі бар площадка керек болады. Егер де сен интернет арқылы ақша табу деген тематикаға жаңадан келіп отырған адам болсаң, бұл сайтпен жұмыс жасап ақша таба алмайсың. Сосын тағы да бір айтып кететін жайт, AliExpress сайтымен жұмыс жасайтын партнеркалардың өте үлкен минусы бар. Минусы холдының ұзақтығы. Холд дегеніміз сенің тапқан ақшаңды тексеріп атыр деген сөз. Холдының ұзақтығы 70 күн. Енді неге бұндай сайттарда холдтың ұзақтығы осындай көп деп сұрауың мүмкін. Егер де сен AliExpress сайтынан зат сатып алып жүрген болсаң, AliExpress сайтынан келетін тауар біздің Қазақстанға жоқ дегенде 30 күннің ішінде келеді. Сосын көп адамдар AliExpress сайтынан келген тауарларын алғаннан кейін AliExpress сайтындағы аккаунтына барып, тауарды алдым деп подтверждение жасамайды. Соған байланысты бұл сайттардағы холдтың ұзақтығы осындай. Ендігі мәселе, AliExpress сайтымен жұмыс жасайтын партнеркалардың өзіме ұнайтын ең үлкен жирный плюстар бар. Мысал үшін, сенің партнерский ссылкаң арқылы бір адам өтіп, AliExpress сайтынан сенің жарнамалап отырған тауарыңды емес, басқа бір тауар сатып алатын болса да ақша төленеді. Бұл бірінші плюсы. Екінші плюсы, сенің алып келіп отырған клиенттерің әлемнің қай бұрышынан болса да ақша төлене береді. Сосын жаңағы холдтағы ақша, мына жерде жақшаның ішіндегі ақшаны холдта тұрған ақша деп атаймыз. Жақшаның сыртындағы ақша ол уже шығарып ала беруге болатын ақша. Яғни мына жерде тұрған ақшаны электронный кошелектерге немесе банк карточкасына шығарып алуыңа болады. EPN сайт туралы түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сенде живой подписчик бар площадкаң болмаса, Backit деген сайтты қолдану арқылы ақша табуыңа болады. Жалпы бұл сайт ақша табу үшін арналған сайт емес, бұл сайт AliExpress сайтының кэшбэк сервисі. Кэшбэк дегеніміз не? Мысал үшін сен AliExpress сайтынан зат сатып алып жүрген болсаң, AliExpress сайтында жұмсаған ақшаңның какой-то процентін қайтарып алуыңа болады мына сайтты қолдану арқылы. Жалпы бұл сайт арқылы AliExpress сайтындағы емес, басқа да сайттардағы жұмсаған ақшаларыңның проценттерін қайтарып алуыңа болады. Ол үшін магазины дегенді басасың, қарайсың. AliExpress сайтындағы жұмсаған ақшаңның какой-то процентін қайтарып алу үшін AliExpress сайтынан сатып алайын деп отырған тауарыңның ссылкасын копировать етіп аласың. Backit сайтының главная страницасына келесің, яғни басты бетіне. Узнай процент деген мынандай формочканы тауып аласың. Мына жерге сатып алайын деп отырған тауарыңның ссылкасын қоясың. Узнать деген кнопканы басасың. Жаңағы тауарды мына сайт арқылы сатып алатын болсаң, көріп отырғаныңды 4,5% кэшбэкпен сатып аласың. Жаңағы тауарға жұмсаған ақшаңның 4,5%-ін қайтарып алу үшін купить с кэшбэком деген кнопкаға басасың. Сатып алайын деп отырған тауарыңның ақшасын төлейсің. Тауардың ақшасын төлеп болғаннан кейін Backit сайтына қайтып келесің. Жаңағы сатып алған тауарыңның 4,5%-і мына жерге түседі, холдқа түседі. Сатып алған тауарың келеді,
почтыңнан аласың, AliExpress сайтындағы аккаунтыңа барасың, тауарды алдың деп подтверждение жасайсың. Сол кезде мына жердегі ақшаң мына жерге түседі. Мына жерге түскен ақшаңды уже шығарып ала беруіңе болады. В общем, бұл сайт арқылы AliExpress тағы да басқа интернет дүкендерінде жұмсаған ақшаларыңның какой-то процентін қайтарып алуыңа болады. Енді бұл сайт арқылы AliExpress сайтындағы тауарларға партнерский ссылка жасау үшін жарнамалаған келген тауардың ссылкасын копировать етіп аласың. Бэкет сайтына келесің. Егер де сен телефонмен кіріп отырған болсаң, мына жерде шардың үстінен басасың. Пригласить друга деген сөздің үстінен басасың. Мына жерде Бэкет линк деген формочканы тауып аласың. Ссылка на товар или магазин деген жерге жарнамалаған келген тауардың ссылкасын қоясың. Создать дегенді басасың. Көріп отырғаныңдай біздерге жаңағы тауардың партнерский ссылкасын жасап бер. Мына ссылка арқылы жаңағы товарды рекламировать ете беруіңе болады. В общем, түсінгеніңдей бұл сайт арқылы жұмыс жасау үшін саған ешқандай да площадка қосудың қажеті жоқ. Короче, Бэкет туралы да, EPN туралы да түсінікті деп ойлаймын. Сонымен схемамен жұмыс жасауымызды бастаймыз. Схемамен жұмыс жасап бастау үшін TikTok'тан аккаунт ашуың керек болады. Типа мынандай AliExpress'пен байланысты немесе басқаша қылып ашуыңа болады. TikTok аккаунтыңа оформление жасайсың, яғни аватарка қоясың. Аватарка дегеніміз сурет. Қойып атырған аватаркың міндетті түрде кликкабельный болу керек, яғни қойып атырған суретің адамдарды қызықтыратындай сурет болу керек. TikTok'тан аккаунт ашып болғаннан кейін Telegram'дан канал ашасың. TikTok'тан ашқан аккаунтыңның оформлениясы қандай болса, Telegram'нан ашқан каналыңның да оформлениясы дәл сондай болу керек. Telegram'нан ашқан каналыңа 10 шақты немесе 20 шақты пост шығарасың, партнерский ссылкалар жасап. Сосын Telegram каналыңның ссылкасын TikTok аккаунтыңның мына жеріне қоюың керек. TikTok аккаунтыңдағы подписчиктердің саны 1000 подписчиктен аз болатын болса, мына жерге Telegram каналыңның ссылкасын қоя алмайсың. Ол үшін TikTok аккаунтыңа накрутка жасайсың. Накрутка арқылы келіп атырған подписчиктерден ешқандай пайда жоқ. Біздің мақсатымыз тек қана мына жерге Telegram каналымыздың ссылкасын қоюымыз керекпіз. Енді TikTok аккаунтыңа не үшін міндетті түрде накрутка жасауың керек? Себебі мен бұл схемамен жұмыс жасап бастаған кезде TikTok аккаунтыма салған ең бірінші видеом 120 000 просмотр жинады. Бірақ 120 000 просмотрдан мен ешқандай да ақша тапқан жоқпын. Себебі TikTok аккаунтымның мына жерінде Telegram каналымның ссылкасы болған жоқ. Яғни TikTok аккаунтым арқылы келген трафиктің барлығы далаға кетті. В общем, бұл схемамен жұмыс жасап бастаған кезде осындай үлкен қателік жасадым. Сондықтан да міндетті түрде TikTok аккаунтыңа ең бірінші накрутка жасап аласың. Яғни TikTok аккаунтың арқылы келген трафик далаға кетіп қалмас үшін. TikTok аккаунтыңа накрутка жасау үшін TikTok аккаунтыңның ссылкасын копировать етіп аласың. Сосын мынандай сайтқа келесің. Бұл сайттың ссылкасы осы видеоның описаниясында. Сайтқа тіркелу жағын көрсетпеймін. Кез келген адам кез келген сайтқа тіркеле алады деп ойлаймын. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін бұл сайттағы балансың толтырасың. Балансың толтыру үшін пополнить баланс дегенді басасың. Бұл сайттағы балансыңды банк карточкасымен толтыруыңа болады. Мысал үшін 0% комиссиямен. Банковская карта деген сөздің қапталына точка қоясың. Мына жерге мына сайттағы балансыңды қаншаға толтырғың келеді, сумманы жазасың. Мысал үшін 71 рубльге толтырғың келе ма, 71 рубль деп жазасың. Пополнить дегенді басасың. Бұл сайттағы балансың толтырасың. Мен бұл сайттағы балансымды уже 100 рубльге толтырдым 2020 жылы 20 октябрь күні. Бұл сайттағы балансың толтырып болғаннан кейін TikTok аккаунтыңа подписчик жинау үшін сделать заказ дегенді басасың. Выберите категорию деген жерде TikTok деген таңдап аласың. Выберите вид накрутки деген жерде подписчики TikTok плавные 36 рубль деген таңдап аласың. 36 рубльге 1000 подписчик сатып алуыңа болады. 36 рубльге сатып алып атырған подписчиктер TikTok аккаунтыңа жаймен келеді. Мына жерде көріп отырғаныңдай низкая скорость накрутки дейді. Яғни TikTok аккаунтыңа подписчиктер жаймен келеді. Мына жерге TikTok аккаунтыңның ссылкасын қоясың. Мына жерге қанша подписчик керек, сан жазасың. 1000 подписчик болса 1000 деп жазасың. 36 рубльге 1000 подписчик сатып алуыңа болады. Мына жерге барлық нәрселер жазып болғаннан кейін төмен қарата түсесің, заказать дегенді басасың. TikTok аккаунтыңа жаймен подписчиктер жиналып бастайды.
TikTok аккаунтыңа 1000 подписчик жиналғаннан кейін Telegram каналының ссылкасын копировать етіп аласың. TikTokқа телефонмен кіретін болсаң, мына жерде изменить деген жазу тұрады. Изменить деген жазудың үстінен басасың. Веб-сайт деген нәрсе пайда болады. Веб-сайт деген жерге Telegram каналының ссылкасын қоясың. Сосын описание деген жер бар. Описание деген жерге все ссылки на товары здесь дейсің да, мынандай смайлик қоясың, сохранить етесің. В общем, TikTok аккаунтыңа осындай настройка жасап болғаннан кейін уже TikTok аккаунтыңмен жұмыс жасай беруіңе болады. Енді TikTok аккаунтыңа видеолар салып бастайсың. Видеоларды YouTube'тан аласың. Ешқандай да ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. YouTube'қа барасың, YouTube'тың поискына AliExpress деп жазасың, іздейсің. YouTube'тан шыққанына 1-2 күн немесе 7 күн болған видеолар скачать етіп аласың. Мысал үшін, мына видеоны скачать етіп алу үшін видеоны ашасың. Видеоны тоқтатып тастайсың. Поделиться дегенді басасың. Мына жерде копировать дегенді басасың. Яғни скачать етіп алайын деп отырған видеоның ссылкасын копировать етіп аласың. Видеоны скачать етіп алу үшін мынандай сайтқа барасың, Save.net деген. Бұл сайт арқылы видеоларды, егерде телефоның Android болатын болса, скачать етіп алуға болады. iPhone-мен скачать етіп алуға бола ма, болмай ма білмеймін, себебі менде iPhone жоқ. В общем, скачать етіп алайын деп отырған видеоның ссылкасын мына жерге қоясың. Стрелканы басасың. Көріп отырғанда біздерге жаңағы видеоны шығарып берді. Мына жерде скачать деген жасыл кнопканы басасың. Видеоны скачать етіп аласың. Видеоны скачать етіп алғаннан кейін телефоныңа Play Market'тен любой бір видео редактор скачать етіп аласың. Мысал үшін KineMaster деген видео редакторды қолдануға болады. YouTube'тан скачать етіп алған видеоңа нарезка жасайсың, яғни видеоңды қиясың. Сосын сол қиған видеоларыңды TikTok аккаунтыңа барып, TikTok аккаунтыңа салып бастайсың. TikTok аккаунтыңа салған видеоларың жаймен просмотр жинап бастайды, яғни TikTok аккаунтыңа трафик келіп бастайды. TikTok аккаунтыңа келген трафик Telegram каналыңа барады. Telegram каналыңдағы ссылкаларың арқылы біреулер зат сатып алады, біреулер сатып алмайды. Сосын TikTok аккаунтыңа видеолар салған кезде міндетті түрде видеоларыңа хэштегтер жазасың. AliExpress-пен байланысты немесе Китаймен байланысты. В общем, бұл схемамен конкретно ақша тапқың келетін болса, TikTok аккаунтыңмен айналысуын тоқтатпайсың, яғни TikTok аккаунтыңа күніне 5 немесе одан да көп видео салып отырасың. Мына TikTok аккаунттың ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін болам. Мысал ретінде қарасаң болады. Қысқаша айтқанда схема осындай, өте қарапайым, өте оп-оңай, кез келген адам бұл схемамен жұмыс жасап ақша табуына болады. Бірақ бұл схема арқылы ақша табу үшін схемамен жұмыс жасауын тоқтатпауың керек. Енді бұл видеоның бас жағында бұл схемамен өзім жұмыс жасап жатырмын деп айттым. Қазір өзімнің результатымды көрсетем. Партнерский ссылкаларымды мен EPN арқылы да жасадым, Backit арқылы да жасадым. Backit арқылы тек қана 1-2 партнерский ссылка жасадым, соның өзінде де результат бар. Ең бірінші EPN деген нәтижемді көрсетем. Сосын балансымдағы ақшаға мән бермей қойсаң болады. Себебі бұл видеоны мен 15 январда жазып бастадым, бүгін 17 январь. Бұл схемамен мен 31 октябрьде жұмыс жасап бастадым. Бұл сайттағы результатымды көрсету үшін статистика дегенге басам, общая дегенге басам. Мына жерде күнін таңдайым. октябрь, 17 январь. Загрузить еще дегенді басамыз. Загрузить еще дегенді басамыз. Көріп отырғанда міне 31 октябрь. Он 17 январь. Ең бірінші хосты дегеннен бастап түсіндіріп бастаймын. Хосты дегеніміз менің партнерский ссылкаларым арқылы 4085 адам өтті деген сөз. Осы уақытқа дейін. Оборот. Менің партнерский ссылкам арқылы 4085 адам өтіп, $1905 ақша жұмсаған AliExpress сайтында. Мына жердегі сұр точкасы бар. Доход деген сөздің мағынасы холдтағы ақша, яғни тексерістегі ақша.
$45.18 холдта, $19.35 уже шығарып ала беруге болатын ақша. Қазір есептейміз. Мына жердегі ақша мен мына жердегі ақшаны қосамыз. В общем, $45.18 қосамыз. $19.35. EPN арқылы мынандай ақша таптым. Бекет арқылы $1.74 таптым. Оны да қосамыз. В общем, бұл схема арқылы общий $66.27 таптым. Біздің теңгемен есептеп қараймыз қазір. $66.27. Доллардың курсы 419 теңге 54 тиын. 419. В общем, мына схемамен біздің теңгемен есептегенде 27.802 теңге таптым. Біреулер үшін бұл 2,5 айдың ішіндегі табылған ақша аз болып көрінуі мүмкін. Егер де ойланып қарайтын болсаң, мен 0-ден бастадым. Яғни қалтамнан көп тиын ақша шығармай, осындай ақша таптым. EPN сайтында тағы да бір нәрсе көрсеткім келіп отыр. 11-11-інде, яғни 2020 жылдың 11 ноябрінде мен қанша ақша таптым, соны көрсеткім келіп отыр. 11 ноябрь өзің білетіндей AliExpress'те өте үлкен распродажа болатын күн. $7.74 холдта тұр, $8.46 шығарып ала беруге болатын ақша. 7.74 қоссамыз 8.46. 11-11 күні $16.20 таптым. Көбейтеміз, біздің теңгемен есептейміз. 419.54. 11-11 күні 6.796 теңге таптым. Почти 7.000 теңге таптым бір күннің ішінде. Менде мына жерде қарайтын болсаң, 11 ноябрь күні тек қана 38 адам өткен менің партнерский ссылкам арқылы, бірақ мен 7.000 теңге таптым. В общем, көріп отырғаныңдай менің нәтижем осындай. Жалпы интернет арқылы ақша табу үшін саған трафик керек. Трафикің болмаса, сен интернет арқылы ақша таба алмайсың. Тағы да бір айтып кететін жайт, бұл схемамен жұмыс жасайтын болсаң, ешқандай да адам шақырудың қажеті жоқ. Тек қана жұмыс жасайсың, ақша табасың. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде осы видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.